жолың жабылғанда ашатын дұға. Осы дұға адамның жабылған жолын ашады. Көп айтып жүрген адамның жолы мүлде жабылмайды. Оқыл уа. Я хайю, я қайюм, би рахматика астағис, аслих ли шани кулях, уа ла такилни иля нәфси тарфата яйн. Мағынасы: Я мәңгі тірі әрі бәрін басқарып тұрушы Алла. Мейіріміңмен жәрдем сұраймын. Менің бүкіл ісімді өзің дұрысташы. Мені өз-өзіме қас-қағым сәтке тастап қоймашы. Дұғаны сақтап алыңыз. Жаттап алып, үнемі айтып жүріңіз. Достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіңіз. Әсіресе жолы болмай, қиналып жүрген таныстарыңызға жіберіңіз. Мұхаммед пайғамбарымыз, ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қызы Фатимаға осы дұғаны айтуды үйреткен. Дұға таңертең және кешке бір-бірден айтылады.